Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті аспаптар квартетінің көктем ырғағы атты кеші өтті. Әлемдегі ең үздік атаққа ие квартет елордалық көрермендерге көктем ырғағын әуенмен жеткізді. Кеш романтикаға, жарқын сәттерге толы болды. Ай сайын жаңа концерт. Бұл Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті аспаптар квартетінің осы жылға құрған жоспары. Және әр кеш сайын жаңа бағдарлама дайындау музыканттар үшін үйреншікті іс. Сонымен қатар көрермендердің де сұрауын ескеріп, бұл жолы орыс композиторларының шығармаларын орындауды жөн көреді. Квартет қазақ сазгерлерінің де туындыларын әр концертте орындауды әдетке айналдырған. Мен ойлаймын, біздің тыңдаушыларымыз әбден үйреніп қалды. Бірақ енді оның өзі бізге де бір үлкен ләззат, ғанибет. Осы біздің тыңдаушыларымызға әр ай сайын дайындалған кезде осы шығарманы ұнатады. Осы шығарма бірінші рет Қазақстанда орындалып отыр. Бұл ерекше кеш болады деп әр кешке біз ерекше дайындаламыз. Тыңдармандарды таңғалдыруды үйренген музыканттар үнемі әр елдің шығармаларын әр кеште орындауды мақсат еткен. Бұдан былай әнсүйер қауым әлемдік классиканы шетел аспай-ақ сүйікті шығармаларын осында тыңдай алады. Ал квартет жаңа бағдарламаны жоғары деңгейде орындау үшін күні-түні дайындалады. Бір концерт пен екінші концерттің арасында үлгереміз. Ал егер жаңағыдай алдын ала білесің ғой, алдын ала жаңа бір жылдық программа дайын тұрады, сол программаға қарап, егер өте қиын шығармалар болады, бір ай, екі ай жеткіліксіз болатын, оған сол жылдың басында дайындала бастайсың. 60 минуттық кеште келушілер бұрын-соңды Қазақстанда орындалмаған 6 шығарманы тыңдады. Әсіресе Александр Бородиннің номері 2-ші квартеті тыңдармандарды ерекше күйге бөледі. Квартет кезекті кешті Павлодар, Алматы, Шымкент, Талдықорған қалаларында өткізуді жоспарлап отыр. Ал сәуір айының соңында елордалық өнерсүйер қауыммен қайта қауышады. Дыбысы ең жоғары аспап скрипка болса, ең төменгісі контрабас. Яғни бұл кеште нағыз ырғақты және сазға толы әуендер орындалды. Камила Мәулен, Мәдениетке саяхат, Астана.